1944 жылдың соңғы айларында шамамен 10 жылдық соғыстан кейін Жапонияның жағдайы қиын болды. Экономикасы нашарлап, әскерлері жарты Азия бойынша шашыраңқы болды. Және Тынық мұхитындағы жаулап алулар американдық әскерлердің соққысы астында домино тәрізді күйреді. Жеңіліс сөзсіз көрінді. 1944 жылы 26 желтоқсанда Жапония императорлық армиясының кіші лейтенанты Хиро Анода Филиппиннің Лубанг аралына жіберіледі. Оған мынандай бұйрық беріледі: Америка құрама штаттарының шабуылын мүмкіндігінше бәсеңдету, кез келген бағамен күресті жалғастыру берілмеу. Ол да оның командирі де тірі қалу мүмкіндігі жоқ екенін білді. 1945 жылы ақпанда американдықтар Лубангке келіп, аралды күш жағынан үлкен басымдылықпен бағындырды. Бірнеше күн ішінде жапон сарбаздардың көпшілігі берілді, немесе өлтірілді. Алайда Анода және оның 3 жолдасы джунглиге қашып үлгерді. Онда олар американдық әскерлермен және жергілікті тұрғындармен партизандық соғысты бастайды. Олар өмірлік маңызды байланыстарды бұзып, сарбаздарды өлтіріп және жалпы американдықтарға барлық жағынан кедергі келтірді. Сол жыл тамызда ақш Хиросима мен Нагасаки қалаларына бомба тастады. Жапония мойынсынып, адамзат тарихында ең өлімге толы соғыс өзінің ең қара нүктесіне жетті. Алайда мыңдаған жапон сарбаздары әлі де Тынық мұхит аралдарында жүрді. Олардың көпшілігі соғыс аяқталғанын білмей, джунглиде жасырынған. Бұрынғыдай олар күресті және тонауды жалғастырды. Бұл Шығыс Азиядағы қалыпты өмірді қалыптына келтіруді едәуір қиындатты. Үкіметтер түсінді, оларға шара қолдану керек. ақш әскери күштері Жапония үкіметімен бірлесе отырып, Тынық мұхитындағы аралдарды соғыстың аяқталғанын және барлығын үйлеріне қайту мүмкіндігі туралы мыңдаған парақшаларды самолетпен тастады. Алайда Анода бұны ақш армиясы әдейі істеп жатыр деп ойлады. Сондықтан ол парақшаларды өртеп жіберді. Серіктестермен бірге ол жасырынып күресті жалғастырды. 5 жыл өтті. Олар парақтарды тастауды қойды. Ал американдық солдаттардың көпшілігі үйлеріне кетті. Лубангтың жергілікті тұрғындары қалыпты өмір сүруге тырысты. Ауыл шаруашылық, балық аулау. Бірақ Хиро Анода және оның тобы оларға кедергі жасады. Олар фермерлерге оқ жаудырып, егіндерін өртеп, мал ұрлап және орманға тым асып кеткен тұрғындарды өлтірді. Содан кейін Филиппин билігі жаңа парақшалар жаза бастады және оларды джунглиге тастай бастады. Шығыңыз, соғыс аяқталды, сіз жеңілдіңіз. Бірақ бұл да ешқандай нәтиже берген жоқ. Өмірінің жартысынан көбін Лубангты өткізгеннен кейін Анода жалғыз қалды. Айлар өтті. Лейтенант Анода туралы оқиға Жапонияда аңызға айналды. Бұл соғыс батыры шынымен өмір сүрген тым өтірік болып көрінді. Басқалары әдетте ертегімен Жапонияға сенгісі келетіндердің өнертабысы деп санайды. Осы уақытта Норио Сузуки есімді жас жігіт Анода туралы естіді. Ол қаңғыбас авантюрист, соғыс аяқталғаннан кейін көптеген жылдар өткенде өскен хиппи болды. Ол Жапония оралып үлгерді және қатаң мәдени нормалар мен әлеуметтік иерархия тұншықтырды. Оқуды жек көреді. Жұмысқа тұру мүмкін болмады. Анода туралы аңыздар Сузукиге де жетті. Сузуки Аноданы табам деп сенді. Жапондықтар филиппиндіктер мен американдық билік жіберген іздеу топтары сәтсіз аяқталғанымен Сузуки Аноданы табамын деп сенді. Қарусыз және әскери интеллект пен тактиканы білмейтін Сузуки Лубангқа барып, джунглиде жалғыз аралай бастады. Оның стратегиясы келесідей болды. Ол Анода деп қатты дауыстап айтып, императордың өзі алаңдайтынын айтты. Сөйтіп жүріп Аноданы 4 күнде тапты. Біраз уақыт Сузуки Анодамен бірге джунглиде тұрды. Осы уақытқа дейін Анода 1 жылдан астам уақыт өткізді. Оған адамдармен қарым-қатынас және сыртқы әлем туралы сенімді адам көзден алынған ақпарат жетіспеді. Сузуки Анодадан неліктен қалып, күресті жалғастырғанын сұрады. Қарапайым жауап болды: бұйрық ешқашан берілме, сондықтан ол қалды. 30 жылға жуық уақытта ол тапсырысты жай ғана орындады. Кейін Анода ешіне өкінбейтінін айтады. Ол өзінің таңдауы мен Лубангты өткізген уақытын мақтан тұтатынын айтады. Ол өмірінің үлкен бөлігін жоқ империяға қызмет етуге арнау үлкен мәртебе болды деп айтады. Хиро Анода 1974 жылы Жапонияға оралып, өз отанында танымал болды. Оны ток-шоуларға, содан кейін радио хабарларына шақырды. Аноданың 30 жыл бойы Лубангте соғысқанына өкінбейтініне сену қиын. Алайда бұл жағдайға басқаша қарап көрейік.
Хиро Аноданың 30 жыл Лубангте өткізгеніне өкінбегені, оған себепкер оның алдында тұрған нақты мақсаты. Лубангты ешқандай жағдайда бермеу. Мақсат оның өмірін мағыналы қылды. Сіздермен бірге болған ойлар каналы. Каналға тіркеліңіздер және лайктарыңызды басыңыздар.